Трамп қатты айтамын деп тағы да қателесті. Жалпы саясаткерлер ғылым туралы айтқанда неге абай болуымыз керегіне бір мысал айтайын. Былтыр ақш президенті Дональд Трамп әйелдердің жүктілігі кезінде парацетамол ішуі қауіпті деп мәлімдеген. Бұл дәрі жақсылыққа апармайды деп, тіпті жүкті әйелдер бұл препараттан барынша қашуы керек деп мәлімдеген. Бұл сөздер бірден резонанс туғызды. Саясаткер медицинаға араласты. Алайда дәлелі жоқ. Ал бір жыл өткенде оның сөзін ғылым толыққанды жоққа шығарып берді. Қараңыз, әлемдегі ең беделді медициналық басылымдардың бірі The Lancet жүктілік пен парацетамолға қатысты ең ірі ғылыми шолуды жариялады. Осылайша ғалымдар мынадай нақты қорытындыға келді. Парацетамол жүктілік кезінде балада аутизм туғызбайды. СДВГ, яғни зейіннің тапшылығы мен гиперактивтілік синдромында, басқа да нейродаму бұзылыстарына ұшырау қаупін арттырмайды. Зерттеу авторлары ол үшін жүктілік кезінде парацетамол қабылдаған және қабылдамаған жүздеген мың әйелдің деректерін талдаған. Сондай-ақ 43 ең сенімді ғылыми зерттеуді іріктеп алған. Кейін генетика мен отбасы факторын алып тастау үшін ағайынды балаларды да салыстырған. Ғалымдар осылайша балалардың дамуын 5 жылдан астам уақыт бақылап келген. Мысалы, зерттеудің жетекші авторы акушер профессор Асма Халил былай деп мәлімдейді: біз ешқандай байланыс таппадық. Парацетамол аутизм қаупін арттырады деген бірде-бір дәлел жоқ. Дәрі ұсынылған мөлшерде қолданылса қауіпсіз. Алайда дәрігерлердің көлеңкеде қалып қойған мына ескертуі өте маңызды. Жүктілік кезінде дене қызуы көтерілсе немесе ауырсыну болса, оны емдемей қою әлдеқайда қауіпті. Бұл түсік тастауға, мерзімнен бұрын босануға және баланың дамуындағы асқынуларға әкелуі мүмкін. ақш-тың FDA агенттігі де мынаны мойындайды: парацетамол жүктілік кезінде қолдануға рұқсат етілген жалғыз ыстық түсіретін дәрі, ал оны аутизммен байланыстыратын себеп салдарлық дәлел жоқ. Қазіргі таңда сарапшылардың ортақ мынадай пікірі бар: аутизм бір таблеткадан пайда болмайды. Бұл генетика, қоршаған орта және биологиялық факторлардың күрделі қосындысы. Осылайша президенттің саяси популизмі бір басқа, ал дәлел мен ғылымға негізделген медицина бір басқа. Тексерілген маңызды ақпараттарды менің арнамнан таба жүріңіз. Сілтеме профильде.